Ассалаумағалейкум, Қуандық блог YouTube каналының көрермендері. Менің бүгінгі талқылағым келіп отқан TikTok желісінен алынған бұл видео 9 миллион просмотр жинаған. Бұл видеода бізге автор періштенің мүсінін тауып алдық, және бұдан не деген бір энергия бөлінеді дейді. Мен сендерге бұл видеоның фейк екенін дәлелдеп бергім келіп отыр. Бұл видеода автор бұл мүсінді қазір военныйлар келіп вертолетпен алып кетеді дейді. Егер бұл мүсіннің сыртқы бейнесіне мұқият қарасаңыздар, бұл адамның қолынан жасалған мүсін екені көрініп тұр. Және де мүсіннің сыртында цемент тәрізді немесе жаңағы құм тәрізді нәрселер тұр. Бұл видеода жаңағы автордың TikTok каналынан алынған видео. Бұл видеоны көрсек, бізде алдымызда 3 мұз скульптурасы тұр. Енді сендерге айтқым келіп отқаны, осы 3 мұз скульптурасының үстіне цемент құйып, немесе қолмен әрлейтін болсақ, дәл жаңағыдай періштенің мүсіні шығады. Бұл видео фейк екені осы бізге дәлел болады. Енді сендердің өздеріңнің ойларыңды астына комментария жазып айтып кетіңіз, сендер қалай ойлайсыздар? Сендер жаңағы періштенің мүсініне сенесіздер ме, сенбейсіздер ме? Өз басым мен сенбеймін. Ол сенбеген себептен осылай сіздерге зерттеу жүргізіп, осы видеоны түсірген болатын. Осы видеоролик сізге ұнаса лайк, каналға тіркеліп, комментария жазып кетеміз.